Таразда сал ауруына шалдыққан Умидахон Ахунжанованың кезекті кітабының тұсауы кесілді. 14 жастағы жас жазушы бұл кітабын қамқоршы мейірімді аналарға арнапты. Умидахон Ахунжанова дертіне қарамастан қаламды жанына серік еткен 14 жасында бір емес бірнеше кітаптың авторы. Үшінші туындысын ару әйелдер қауымына арнапты. Себебі нәзік жандыларға күнделікті өмірде артылған жүкпен жауапкершілік көп дейді. Өз шығармасы арқылы аналарға алғысын жеткізгісі келіпті. Кітапты барлық аналардың құрметіне арнадым. Кейбіреулер анасын бағаламайды. Келген жандарға алғысым шексіз. Жас жазушыны құттықтап келгендердің қарасы көп болды. Бәрі де құралы қан емес. Сый-сияпаттарын ұсынып, әдемі өлең шумақтарын арнады. Бүлдіршіннің шығармашылығын қолдауға Паралимпиада ойындарының жүлдегері Зульфия Габидуллина да арнайы келген. Я Умиду знаю давно, из 3 лет. Умиданы 3 жасынан бастап танимын. Талай байқаудың жеңімпазы, өте алғыр, дарынды қыз. Оның шығармашылығы ерекше. Мүмкіндігі шектеулі жандар да қоғамға пайдасын тигізе алады. Өмірден күтер үміті көп дарынды қыз бұдан кейін де шығармашылығын тоқтатпақ емес. Ал жақындары оны қолдап келген таразықтарға алғысын жеткізді. Нұрлан Абдыкәрім, Шоқан Несіпбек, Леспек Әбджаппар, Жетет Ньюс.